Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum qadірменді жамағат. Бүгін дін мен дәстүрдің сабақтастығы деген тақырыпқа тоқталғым келіп отыр. Әуелі дін дегенді біліп алайық. Дін дегеніміз ақыл есі дұрыстың өз еркіменен білгені, жәннатпенен жаһанам, яғни пейішпенен тозақтың бар екенін сезгені, Алланың істе дегенін істеп, істеме дегеннен тыйғызатын заңдардың тұжырымы дінді мәлімет етеді. Енді осы жерде тоқтап кететін болсақ, заңдардың тұжырымы деп айтып кеттік, ол яғни шариғат заңын айтып отыр. Ал шариғат заңы тікелей Құранмен және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисіне негізделіп жасалған заң. Бабаларымызға мыңда бір шүкір дін исламды қабылдағанына. Әрине біз әлімсақтан бері мұсылманбыз. Дегенменен мынау кең даланы жайлаған, желдің өтінде, аттың үстінде, түйенің қомында жүрген ұлы даланың ұлыларына, азаматтарына бабаларымызға мың шүкір айтамыз. Исламды қабылдап, Ханафи мазхабының жолына түскендігі үшін. Себебі бұл Ханафи мазхабы біздің халыққа өте ыңғайлы, қолайлы. Қазақ қызын аялап алақанға салып, төрге отырғызған халық. Ұлдарын ұлықтап, алға қойып, ту беріп, серт алып, семсер беріп, жауға қойып, осы дінімізді, мынау қасиетті топырағымызды қорғайтын халықтар. Оны неге айтып отыр? Мен дәстүрге тоқтайтын болсақ, дәстүріміз, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі ғұрпымызға айналып, сүннәті салтымызға айналған дүниелер өте көп. Соның да бірі жаңадан айтып өтті, қызын аялап төрге отырғызған деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның білесіздер, қыздары болды, оларға ерекше қарады. Исламға дейін әйел балалары, қыз балалары қорланып келсе, қыз туғандардан ұят болып 6 жасқа дейін кейін оны көміп отырса тірідей. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылардың бәріне тыйым салып, қыз балаға ерекше қарады. Тіпті айтқан хадистері де бар. Ұл балаға той жасамасаң да, қыз балаға той жасап, ұзатып шығарып салу пайғамбар сүннетінен болып есептеледі. Міне, жаңағы сүннеті салтымызға айналып дегеннің бір дәлелі осы. Ұлдарын ұлықтады деген, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білесіздер, ол кісіде де ұлдар болды. Ұлдарын ерекше қарап, дін исламды оларға үйретті. Міне, осындай хадисі ғұрпымызға айналып, салты сүннетімізге айналған дүниелер өте көп. Солардың ішінде ата-аналарға ерекше қарау айтылып кеткен хадистерге де, Құрандағы бар аяттарға да сүйене отырып, пейіш ананың табанының астында деді. Яғни анаға деген ерекше құрметті көрсетіп отыр осы жерде. 3 рет анаңа, онан кейін атаңы шақырғанда атаңа бар дейді. Бұл жерде атаны да, яғни ата деген әкенді мағынада, оған да жаңағы дұрыс қарауды үйретіп отыр. Түн ұйқысын 4 бөліп, осы балам тыныш ұйықтасын деп бесіктер кеткен. Әкеңді құрметтей алмасаң, осылардың мұңын шекпейін деп қайғы шеккенді, онда қандай жағдайға түсетінін, онда ісіңнің оң болып алға қарай жүрмейтінін білу керек әрбір бала. Енді біздің дәстүріміз осы дүниеден өткен ата-бабаларға Құран оқыту, асын беру, 40-тық күнін, 7-лік күнін берудің бәрі дәстүрімізге айналған дүние. Күнін белгілеу, Құран оқып, бұл пайғамбардың сүннеті мұстахаб амалдарға кіреді. Басына барып, зирияттап, Құран оқып, Құран бағыштау. Және ол зирият деген сөзді біздің халық жөнді түсінбейді, тек қана мүрдеге барып, яғни әулиелердің жатқан жеріне ғана барған зирият деп ойлайды. Зирияттау, яғни барып, хабарын алу деген мағынаны білдіреді. Осы дүниеде де атанаң болса барып хабарын алып, бауырларыңмен қарым-қатынас жасап, бұның бәрі туыстық амалдарды береді. Инамал муъминун ихва дейді Құран кәрімде, сендер бір-бірлеріңмен бауырсыңдар дейді. Бауыр деген сөз бұл тек қана ислам дініндегіні ғана айтып отырған жоқ, бірге туған бауырларыңды да айтып отыр. Бауыр деген мағынаны солай түсінуіміз керек. Бір шатырдың астында, бір көрпенің астында жатқан балалар да ұлғая келіп, әрқайсысы әр жолын тауып кетеді. Сол мезгілдерде зирият жасап, бір-бірлеріңді қарым-қатынас жасасаңыздар, бұл Құрандағы айтылған дүние, пайғамбарымыздың айтқан хадистерінен. Ал қазақта бір тамаша мақал бар, енді мен ата болғаннан кейін айтайын. Апта көрмесе ата жат болады дейді.
ай көрмесе ағайын жат болады дейді, жыл көрмесе жекжат жат болады дейді. Қараш қандай тамаша сөз айтып отыр. Біздің бабаларымыз хадиске сүйеніп осындай мақалдармен шығарып отыр. Бұл жердегі мағына біріне бірін жақындату, зиярат жасап көрісу, алыспасаң беріспесең жат болып кетесің деген, кішкене ғана болса да бір-бірлеріңе сыйлық беріп жүріңдер деген пайғамбар хадисіндегідей мінекей осындай дәстүріміз бар. Бұлар дәстүрлер. Бірақ сол дәстүрлердің өзі неге сүйеніп отыр? Пайғамбарымыздың сүннетіне, және айтқан хадисіне ғұрпымыз келіп, сүннетіне салтымыз келіп отыр. Енді айта берсек өте көп. Сабырлық туралы мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан хадистеріне қарай, сабыр түбі сары алтын деп біздің бабаларымыз шығарады. Мінекей сабырлық сақтау, сабырлық деген дініміздің жартысы. Кімде кім сабырлы адам болатын болса, ол діннің жартысын орындаған болып есептелінеді. Жаңағы ата-анаға тоқтап кеттік, бауыр ағайындарға тоқтап кеттік. Енді көрші қолаңдарға да тоқтап кетуге болады. Көршінің 3 түрлісі болады дейді. Бірінші көрші алхамдулилла мұсылман, және өзіңмен бірге туған бауырың болуы мүмкін. Екінші көршің мұсылман, бірақ алыстау болуы мүмкін. Үшінші көршің бар, не мұсылман емес, не бауырың емес, бірақ қандай міндеті бар? Көршілік міндеті бар. Мейлі қайыр дін болсын, басқа дін болсын, соған жылы шырайлы көрсетіп, жаңағы көршілік міндеттеріңді орындап отырсаң, алхамдулилла, ол да ой, мына мұсылмандар қандай керемет, діндері деген неткен жақсы деп дінге қарай бет бұруы да мүмкін. Бұл енді көршілер жағындағы айтып кететін болатын болсақ, біздің елде сіздер білесіз, мынау даласының кеңдігі жүрегінің кеңдігіндей ғой, пейілінің үлкендігіндей. Кімді сыйғызбаған? Кеше екінші дүниежүзілік соғыс, ұлы отан соғыстарында жерлерінен қуылған қапқаздық халықтарды, Грузин, Чечені бар, Әзербайжаны бар, Балғар, басқа ұлттардың бәрін өздері бір кішкентай құйтақандай жерде отырса да, орталарына шымылдық қойып, төрге тұрғызып, соңғы нанымен бөлісіп жүр. Міне соның нәтижесінде қазір біздерді әлемдегі халықтар қатты құрметтейді. Бұл мұсылмандықтардың ең зоры болып есептелінеді. Міне көрдіңіз бе, қандай дінімізде де бар ғой, барлық нәрсе ниетіңе, пейіліңе қара деген. Бұл қайдан шықты? Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жаңағы елге деген, адам баласына деген мейірімділігін, жүрегін көрсете білді. Махаббатпен жаратты адамзатты, сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті дейді. Бұл жерде көрдіңіз ба? Алланы сүй дейді, және жан жағыңдағы өзіңменен аралас құралас отаныңды сүй дейді. Мінекей отан сүю иманнан деген хадис бар. Ал біздің елде отанын сүю ерекше жағдай. Мына кең даланы сол себептен де біз сақтап қалдық. Бұл отан. Отан әрбір кіші отаннан басталады, яғни отбасынан. Отан отбасынан деген сөз осы. Отбасыңдағы балаңды қалай тәрбиелейсің, қызыңды қалай тәрбиелеп шығарасың. Сонда да ата-бабаларымыздан қалған нақыл сөздер бар. Мәселен, тегіңді итке жегізбе, әкеңе тіл тигізбе дейді. Қарашы, осын жіктеп кетейікші, осы да хадистен алынып отыр. Тегіміз кім? Біздің атамыз, үлкен атамыз қазақтан тараған текті ұрпақтарымыз. Әкең кім? Мәселен, мен өзімді алайын. Әкең Сейітқали Серік. Далаға шыққан қызың, ұлың бір нәрсені білдірсе, менің атыма келіп жабысады жаман нәрселер. Ал мені танымайтындар кім не деп айтады? Ана қазақтың қызы деп айтады. Сол себептен де жаңағы қыздарын 40 үйден тыю салып, ұлдарын ұлықтап жүрген халық бізбіз. Сондықтан қадірменді ағайын, дін менен салт дәстүрдің сабақтастығы осы болып есептелінеді. Дініміз алхамдулилла әлемдегі кемеліне жеткен, толықтырылып беріп пайғамбарымыз бізге тастап кеткен. Кетерінде айтты ғой, соңғы хутбасында, сендерге 2 нәрсе тастап бара жатырмын деді. Бірі деді, міне Құран негізгі діннің қағидасы, екінші хадистерім, мына сүннетім деді. Осыдан ұстасаңдар, еш уақытта, еш қашан жаман жолда болмайсыздар деп. Мінінгісі ертеңгісін тұрдым, 2 жолға түстім деген осы. Кейбіреулер осыны дұрыс түсінбейді. Жақсы жолға, жаман жолғаны түсіндіріп отыр. Сол себептен де алхамдулилла біз мұсылман болғаннан кейін, дініміз ислам болғаннан кейін, ұлтымызға, дінімізге, мұсылмандығымызға не түсірмеуіміз керек қой, қаралық дақ. Келе жатса айтады, ана мұсылман жүрсін қарашы дейді. Кімге кеп тиеді? Дінімізге кеп тиеді. Ана қазақтың жүрсін қарашы дейді. Жаман жүрсің, кімге кеп тиеді? Ұлы бабамызға кеп тиеді.
тегіңді итке жегіздің деген осы, дініңді қорладың деген осы. Құрметті бауырластар, отандастарым, аз да болса мына уақыттың жағдайына қарай, мынау дін менен дәстүр сабақтастығын сіздерге түсіндіріп кетіп отырмын. Жаңа айттық, ағайындар бір-біріменен араласып жүру керек. Ауылыңда қария болмаса, артыңдағылар болар дивана дейді. Итіне кет, тентегіне тек демесе, ар ұяттан, намыстан ажырайды артындағы бозбала дейді. Тірі кездеріңізде ағайын туғандар бір-бірлеріңізден қарым-қатынаста болыңыздар. Тірідегі араласпаған ағайын құм құйылсын көзіңе, өлгенде өтірік жылама деген. Сондықтан аралас, құралас, бауырлас болған уақытта береке болады. Береке бірлікте, біліңіздер осыны. Міне бір тіпті мынандай бір кішкентай ғана сөз айтып кетейін. Міне саусақ, жалғыз саусақ тіпті де ұстай алмайды, жіпті де. Екі саусақ бірікті, ине қолға ілікті. Үш саусағым орамды, жүргізеді қаламды. Өнерлі екен 10 саусақ, қала салсақ, жол салсақ дейді. Бұл жерде нені білдіріп отыр? Бірігуді білдіріп отыр. Дініміздің өзі бірігуді білдіреді. Еліміздің, президентіміздің алға қойған мақсатының өзі бірігу. Бұл діндегі бар нәрсе. Өмірлеріңізге өмір қоссын, дендеріңізге саулық, жандарыңызға амандық берсін, дінімізді қуаттатсын, елімізді дәуірлетсін, мынау әлемдегі болып жатырған обадан ада болайық, бақытты өмір сүруге нәсіп етсін. Аллаху акбар.